Құрметті әріптестер, енді Бибігүл ханымда қазір техникалық байланысқа байланысты кішкене кедергілер болып жатыр екен. Қазір қосылып жатыр. Сәл күте тұрайық, иә, сабырлық танытайық. Бибігүл ханым, дауысын қоссаңыз, видеосын қоссаңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, қайырлы күн. Жағдайыңыз қалай? Қош келдіңіз. Өте жақсы. Жалпы мен өте қуаныштымын музей саласының маманы ретінде, 20 жылдық еңбек тәжірибесі бар маман ретінде сіздердің осындай іс-шара ұйымдастырып, музей аралық өзара байланыс жасап жатқандарыңызға мен өте қуаныштымын. Жалпы бүгінгі күндегі музейлер бір-бірімен келушілер санымен бәсекелесіп, жеке дара қызметін көрсетіп жатамыз. Бізде өзара байланыс жоқ. Қанша келушілер санымен, жаңағы өткізген көрмелердің санымен жеке дара қызмет жасаймыз. Ал мына шара мені өте қуантып тұр. Біз онда жаңа заманауи музей сатысына бір қадам бастық деп ойлаймын. Біз бәсекелеспеуіміз керек. Жалпы мүмкіндігінше, қазіргі кезеңде Қазақстандағы музей саласы заманауи талаптарға сай, ақырын болса да дамып келе жатыр. Ол өте қуантарлық жағдай. Енді қазір біздің көрермендеріміз көп күттірмей өзіміздің сұхбатымызды бастасақ, Бибігүл ханым, ең алдымен Ботай музей қорығы ұжымының атынан сізге осы уақытыңызды бөліп, өзіңіздің тәжірибеңізбен осы республикадағы барлық музей қызметкерлеріне бөлісуге келіскеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Және де енді сұраққа келетін болсақ, ең бірінші біздің сұрағымыз, жалпы енді музей болғаннан кейін, енді музейден біз музей саласынан алысқа кете алмаймыз. Сол себептен барлық сұрағымыз музей саласының өзекті мәселелері, дамуы сияқты сұрақтарға тоқталатын боламыз. Ендеше бірінші сұрағымыз біздің музейдің аймақтың мәдени дамуы мен экономикасындағы рөлі туралы айтып берсеңіз. Жалпы жақсы. Құрметті әріптестер, бүгінгі осы шараға қатысып отырғандарыңызға мен өте қуаныштымын. Енді мен ойлаймын, бүгінгі біздің мынау Ботай музейінің ұйымдастырған іс-шарасы, Қорық музейінің ұйымдастырған іс-шарасына кәнігі музейдің кәнігі тәжірибелі мамандар қатысып отыр деп, жаңа өзім сөзімде айттым. Жалпы біз жаңа заманауи музей қалыптастыру үшін ол қандай болу керек, заманауи музей деген, мен бастайын, алдымен сұраққа жауап бермес бұрын, соның өзінен ары қарай сұрақтың жауабы туындайды. Заманауи музей қандай болу керек? Заманауи музей халық жиналатын орын болу керек, біріншіден. Заманауи музей қандай болу керек? Ол креативті индустрияға арналған алаң болу керек. Заманауи музей қандай болу керек? Ол түрлі маман иелерінің пікір алмасатын жері болу керек. Енді осыдан барып, сіздің сұрағыңызға мен ары қарай кетуіме болады. Жалпы сұраққа кетпей тұрып, мынандай мәселені қозғағым келіп тұр. Сіз жаңа айтып жатсыз, біртіндеп біз бет бұрып жатырмыз мына музейлер заманауи деп. Мен соған кішкене музей саласы кенжелеп тұр-ау, музей саласына кішкене көңіл бөлмей жатыр-ау деген менде сондай, жалпы өзімде сондай ой бар. Өйткені мен осы өткен жылдың жаңағы күз айында, қараша айында Ресейде Тула қаласында музейлер форумында болған кезінде мен өзіміздің кішкене музей саласын дамытуда кенжелеп тұрғанымызды байқадым. Сондықтан да мен әріптестеріме осы сұраққа жауап бермей бастап мынандай қозғағым келеді. Біз осы әр уақытта музейде бізге бір қандай да бір жаңағы сауал қойса, біз айтамыз, қаражат жоқ, материалдық техникалық базамыз нашар, қаражат бөлінбегеннен кейін біз музейді дамыта алмай отырмыз деп айтамыз. Енді мен ойлаймын, заманауи музей, оны өзімізден көрмейміз ба? Заманауи музей құру үшін, меніңше ойлаймын, құру үшін біз өзіміз, қалай айтуға, инициатива деме, өзіміз жаңағы нені қолға алуымыз керек. Әрекет жасауымыз керек. Мен мынандай сұрақ туады менде. Осы өзіміз енжар емеспіз ба? Ұмтылысымыз аз емес па? Ұсынысымыз аз емес па деген ой туады. Егер біз өзіміз жеке дара жоба ұсынып,
оған жаңағы демеушілерді тартып үлкен жоба ұсынсақ, неге біз қызметімізді көрсетсек, неге ақша бөлінбеске, неге қаражат болмасқа, неге қаражатқа қарап отырып, біз сол нәрсе біздің музейдің ісін тоқтатып тұр деп айта аламыз. Деген менің өзімнің ойым бар, ол бізге де қатысты. Бәріміздің де мәселеміз осы. Сондықтан да менің әріптестерімнен сұрайтыным, бүгінгі жағдайда, қазіргі жағдайда жаңа отандық музейлерге сәйкес, жаңа музейдің жаңа өзінің қызметін жаңаша құру керек деп ойлаймын. Жаңа жобалар ұсынуымыз керек. Сол кезде ғана біз заманауи музей құра аламыз. Заманауи музей деген ойлайды, бізде виртуалды музей құру керек, ол заманауи деп. Ол заманауи музей емес. Заманауи музей ірі форумдар, музейлік форумдар өткізе алатын, ірі жобаларды іске асыра алатын, өз қызметін көрсете алатын, қаражат жасай алатын, өз күшімен үлкен жобаларды жүзеге асыра алатын, сол заманауи музей. Оны виртуалды музей деп елдер түсіне береді. Енді мен сіздің сұрағыңызға келейін. Жаңа сіз айттыңыз, осы аймақтың аймақтық жаңағы неге рөлі қандай? Экономиканың аймақтың дамуына рөлі қандай музейдің, экономиканың дамуына рөлі қандай музейдің деп маған сұрақ қойдыңыз. Мен сондықтан заманауи музей қандай болады дегенде сізден бастадым. Ол халық жиналатын орын, белгілі бір маман иелердің пікір алмасатын орны, елдің символы, және содан кейін айтыңыз, жаңағы қалай айттым жаңа, креативті индустриялық алаң болу керек деп. Енді сіздің сұрағыңызға келейін. Музейдің аймақтағы рөлін мен айтудың қажеті жоқ. Оны бәрімізге түсінікті. Аймақтағы музейдің экономикаға жалпы қосатын рөлі қандай деген сұраққа тоқталғым келеді. Музей болғаннан кейін аймақтың дамуы үшін музейдің өзіндік ерекшелігі бар. Оны біз білеміз. Енді негізі көп адамдардың арасында мына мәдениет ошақтары табыс келтірмейді, мәдениет ошақтары шығын келтіреді деген пікір бар. Көп неліктен? Өйткені ол пікір бойынша мен ойлаймын, көп қаражаттың көбісі бізде бюджеттен бөлінеді. Бюджеттен бөлінеді. Біз тек қана олардың пікірі бойынша біз тек қана билет сатып, жаңағы көрмелер өткізіп, тағы да бір өзіміздің қызметтерімізді көрсетіп қана қаражат табамыз. Қаражатымыз аз. Ал неге шығын келтіреді деп ойлайды мысалға? Өйткені бюджеттен көп ақша музейге бөлінеді, оның қайтарымы жоқ деп ойлайды. Бірақ та олар музейдің басқа, одан басқа да несін қарастырмайды. Қалай айтуға болады? Жанама табысын қарастырмайды музейдің. Міне, аймақтық рөлі қандай музейдің, экономикалық қосатын рөлі қандай дегенде, оған жанама табысы музейдің жауап береді. Бұндай мысалға елдердің жаңағыдай музей сондай шығын келтіреді бюджетке, жаңағыдай табысы аз музейдің дегенде, жаңағы ғылымда бар мониторлық эффект деген. Ол дегеніміз жаңағы музейдің аймаққа әкелетін пайдасын есептейді бұл ұғым бойынша. Сондықтан енді мен сізге айтайын, жанамалық табысы қандай музейдің? Ол туристер келе ма музей? Біріншіден музейлер туристер тартады. Қалаға, аймаққа келген қандай турист болсын, міндетті түрде музейге келеді. Музейдің, мен айтайын, келген мысалға музейдің бір қанша процент келеді, мысалы туристердің 3 турист келсе, соның міндетті түрде 2 турист музейге келеді. Ол музейден билет алады, және кәдесыйларымызды алады, өзі музейдің табысын көбейтетін. Сондай-ақ ол музейден жаңағы өзіміз жасаған, бізде мысалы ғылыми каталогтар жасаймыз, музейдің өз жасаған бұйымдарын сатып алады. Ол музейдің табысы. Енді аймаққа қандай не келтіреді, пайда келтіреді музей? Ол дегеніміз, ол турист келгеннен кейін қонақ үйге жата ма? Жатады. Табыс келе ма? Келеді. Ол турист келгеннен кейін біздің қаланы аралай ма? Мәдени ошақтарға бара ма? Табыс келе ма? Келеді. Міне музей қоғамға да осындай жанама табыс алып келеді. Сондықтан да мен айтамын, музейдің аймақтық рөлі, экономикалық рөлі осында деп айтамын. Осындай мен сіздерге нақты не беремін. Ақпарат беремін. Мысалға, бірақ біз мысалы, егер біз Ресейдегі Эрмитажды алатын болсақ, онда білесіздер, қаншама адамдар күнде кезекте тұрады. Бірте-бірте жаңа жобаларды жүзеге асырсақ, халықаралық деңгейде танылсақ, қандай халықаралық музейлік форумдарға біз қатыссақ,
музейімізді презентация жасасақ, білмейді қайдан келеді олар бізде. Әр музей өзін презентация жасаса, сонда бізде кезекте тұрады адамдар. Бізде сонда экономикаға елеулі үлесіміз қосамыз. Дегенмен де біз қосып жатырмыз. Аймаққа да өзіміз де табыс тауып жатырмыз. Сұрағым, мен осы жауапты, енді қалған мамандар қалай пікір келседі, мен осы жауап беремін. Осындай менің сұрағым. Өзі ана күнде интервью беріп, өзімді шаршап, не айтып не қойғанын білмей жатырмын. Жоқ, жалпы сұраққа толығымен жауап бердіңіз. Барлық көрермендер қанағат алды деп ойлаймын. Олай болса, екінші сұраққа қарай көшейік. Музей мен аумақтың тұрақты дамуының негізі ретінде жергілікті қоғамдастықпен жұмыс жасау. Яғни жергілікті қоғамдастықпен қалай жұмыс жасайды, не атқарады, қандай қызметтер атқарады, сол жағынан кішкене тоқтасаңыз. Мен алдымен мына мәселеге тоқтаймын. Жергілікті қоғамдастық деген не? Ол не ол жалпы жергілікті қоғамдастық деген? Сол мәселеге тоқтаймын. Жергілікті қоғамдастық деген ол әкімшілік территориялық аумақ. Ол қала болсын, ауыл болсын, ол біріншіден ақпарат, бұқаралық ақпарат өкілдері. Екіншіден қайырымдылық қорлары. Жалпы сол аумақтағы әлеуметтік қорлар, бірлестіктер, кәсіпкерлік ұйымдар. Біз айтамыз жаңағы акционерлік қоғамдар, мынау біздің бизнес структуралар деп айтуға болады. Осыны жергілікті әлеуметтік қоғамдастықтар дейді. Музейдің сонымен қарым-қатынасы қандай, жұмысы қандай аймақта деген мәселе туындап тұр ғой, бұл жерде менің түсінігім бойынша. Мен өзім орталық музейдің тәжірибесінен айтайын, республикалық музей деңгейінде айта аламын. Қандай музейді алсаңыздар да міндетті түрде жергілікті аймақтағы қорлармен, жергілікті аймақтағы бизнес структуралармен, жергілікті аймақтағы мәдени ошақтармен жұмыс істейді. Байланысы бар, шамалары келгенше жұмыс істейді. Қандай музейді алсаң да, онсыз біздің жұмысымыз ары қарай жандана алмайды. Онсыз біз халықтың әлеуметтік жағдайын көтеруге музей қатыса алмайды. Сондықтан да барлық музей жұмыс істейді деп ойлаймын. Енді Қазақстан Республикасының мемлекеттік орталық музейінің тәжірибесінен өздеріңіз білесіздер, біз үлкен Алматы деген үлкен мегаполисте тұрмыз. Біздің мүмкіншілігіміз көп. Сондықтан да бізде демеушілер өте көп. Мынау бизнес структуралардың бәрі бізде демеушілік жасайды. Мына осыда тоқталып кететін жақында біз мынау осы біздегі қаңтар оқиғасынан кейін балаларды кішкентай балабақша кезінен тәрбиелеу керек ау деп, немесе музейге келген ата-аналарды көріп, олардың жаңағы балаларының шаршап кететінін ата-аналар музей аралағанша байқап отырып, біз шетелдік музейлермен байланысып, одан жаңа оның концепциясын, структурасын алып, жақында демеушілердің көмегімен балалар музейдің жанынан бір бөлімше ретінде ашпақпыз. Сондықтан да міне бірлесу деген, қоғамдық аймақтық бірлесу деген осы. Бұл да біздің табыс көзіміз емес па? Бұл да біздің аймаққа экономикалық өзіміздің рөлімізді қосып жатқанымыз емес па? Сондықтан да барлық музейлер өзінің деңгейінше жұмыс істейді деп ойлаймын, қайырымдылық қорларымен. Өйткені біз жылына бірнеше қайырымдылық акцияларын жасаймыз. Бізде білесіздер, Алматы қаласында жаңағы хоспис, онкологиялық аурулармен ауыратын балалар бар, ДЦП жаңағы жартылай жүре алмайтын балалар бар, әлеуметтік жағдай төмен отбасылар бар. Осының бәріне жылына 6-7 рет қайырымдылық акциясын жасаймыз. Қайырымдылық акциясы деген не? Қайырымдылық қорлармен бірігіп, сол балаларға шамамыз келгенше жаңағы мектептік құрал-жабдықтарын шамамыз келгенше оларға жаңағы киіммен, шамамыз келгенше оларға жаңағы азық-түлікпен қамтамасыз етіп отыруды қолға алғанбыз. Оны біз ғана жасамаймыз, қайырымдылық қорлар жасап отырады, бірақ біз өз тарапымыздан бірнеше қайырымдылық қорымен осылай жұмыс жасаймыз. Міне тұрақты жергілікті қоғамдастықпен жұмыс жасау деген осы. Меніңше барлық музей жұмыс жасайды. Енді бұны күшейтіп қолға алсақ, біз онда өзіміз жаңа бастап келген аймақтағы рөліміз музейдің күшейеді деп ойлаймын. Керемет. Біз кішкене енжармыз, жұмыс істемейміз, өзімізде инициатива жоқ. Жаңағыдай көрменің санын беріп, халық бәленбай адам келді деп мақтанып отыра береміз.
ой жарайды ондай жоба бұрын бар еді ғой деп ескісін жібере салып отыра береміз. Бізде өзіміз көтерілейік, жаңа идеяларды бастайық, өзгертейік музейдің жұмысын. Мен осындай ұсыныс жасаймын. Бізде жақсы кәнігі мамандар бар музей саласының, мықты. Жастарымызды тәрбиелейік, жастарымыздың идеясына көңіл бөлейік. Иә, солардың ұсынысын қабылдайық. Біз тәжірибелі мамандарымыз деп олар қоя тұрсын дейтініміз болады кей кезде. Сондықтан да қазіргі жастарымыздың идеясына кішкене оларға көтермелейік, жағдай жасайық. Қаражаты аз деп отырып шаршап кеткенмен жұмыстан кетіп қалады, өйткені біз оларды тартпаймыз. Өзімізде де кінә бар. Мен барлық әріптестеріме мұны нақты айта аламын. Жастарды тартайық, олардың жаңа идея, жаңа көзқарастары бар қазір. Музейді жаңа заманауи қылып қайтадан құру деген осы деп ойлаймын мен. Тек қана виртуалды музей құрып қана қоймайды. Жалпы сіздің өз музейіңіздің тәжірибесіне тоқталып кеткім келіп отыр. Жаңа қайырымдылық акциялары деп жатсыз, балалар музейін ашу жоспарлап отырсыз. Негізі балалар музейі деген менің ойымша ол үлкен ауқымды жоба болмақшы, иә? Өйткені музей және де балалар, олар екеуі бір-бірімен қатты тығыз байланысты, бір-бірімен әрекеттесу арқылы осы біздің тарихи мәдени мұраны насихаттауда үлкен рөл атқарылады. Сол себептен бастамаларыңызға біріншіден сәттілік тілеймін. Сіздердің тәжірибелеріңізбен біздің тыңдап отырған әріптестерімізде алып, мүмкін жаңа бір идея туындап, жаңа бір жобаларды жүзеге асырады деген сенімдемін. Сосын рахмет. Я сөзіңізді бөлейін, бұны бірден құра салу мүмкін емес. Бұл нәрсеге біз 3 жыл дайындалдық. Оның концепциясы бар, структурасы бар, ол өте ауыр нәрсе. Сондықтан 3 жыл дайындалдық. Енді биыл осы жағдайдан кейін сол нәрсені қозғап, жаңағыдай бастамасын жасап көрейік деп тұрмыз. Бірінші ақтау керек қой. Иә. Толығымен балалар музейі сондай ашылып кетпесе де, алдыңғы қадамды жасап көрейік деп тұрмыз. Одан кейін біз әріптестерімізбен республикадағы тәжірибе алмасамыз, бір-бірімізге келеміз. Меніңше әрлық музейдің қабырғасында жеке музей, балалар музейін ашып қоймай, қабырғасында бөлімше ретінде шетелдік тәжірибені қабылдауымыз керек. Енді соны біздерден көріңіздер, сіздердің сындарыңызды қабылдаймыз, ұсыныстарыңызды қабылдаймыз. Сөйтіп бірлесіп алдымен орталық музейді ашып көрейік. Өйткені орталық музейде 30 жыл, 40 жыл, 25 жыл тәжірибесі бар өз саласының мамандары отырғанын өздеріңіз білесіздер. Әрине, сіздерде көп тәжірибелі мамандар өте көп ұжымдарыңызда. Соның арқасында енді сіздер осындай үлкен жоба бастап отырсыздар. Жалпы келсем. Негізі бір ауқымды жоба үлкен резонанс тудыру үшін, үлкен жұмыс атқарған жұмысыңыздың жемісін көру үшін, әрине, әр жұмыстың нюанстарын ескеріп отыру керек. Яғни әр кішкентай болсын мәселесін қарастырып, барлығын ескеріп отырып, жаңа айтқан тұжырымдамасын болсын, барлығын жасап отырып, егер осындай дүниелерді жүзеге асырса, тек сонда ғана бұл жұмыс өз еңбегін жемісін береді деген ойдамын. Мынаған тоқталайыншы, жалпы мен жаңа әріптестерімді сынап жатырмын ғой. Біз өзіміз енжарымыз ба, жай қозғаламыз ба, ұсынысымыз жоқ па, мынау жастарымыздың ұсынысына көңіл аудармаймыз ба, өйткені біз 30 жыл отырған тәжірибелі мамандарымыз қатты білеміз. Сондықтан да мен сол нәрсені, сол сынды өзімізден бастағым келіп тұр осы музейден. Ешқандай қаражат бөлінген жоқ бізге бұл балалар музейін ашу үшін. Біз демеушілерді тауып, балалар үшін осы жағдайдан кейін өте демеушілер ұсыныстар көп түсіп жатыр. Үлкен жұмыс жасалды. Сол жұмыстың арқасында енді музейдің қызметін жаңа форматта қайтадан құрып көруді өзімізден бастайық деп өзіме де сын айтып отырмын мен. Әріптестерім қате түсініп қалмасын. Әрине. Жалпы айтады ғой, не болса да барлығын өзіңнен баста дейді. Яғни өзің қалай қабылдайсың, өзің қалай әрекет етесің, соған байланысты қасындағы адамдарда сізге еліктеп, өз жасаған істерге еліктеп, яғни оларды ойлана бастайды. Сол себептен бұл сөзіңізбен толықтай келісем. Олай болса, келесі сұраққа қарай көшейік. Негізі музейлердің басқа мәдени бос уақытты ұйымдастыру ұйымдарымен, мекемелермен өзара әрекеттесуі болады. Яғни осы басқа мәдени мекемелермен
қалай жұмыстар атқарылады, қандай әрекеттер жасалады, қандай жобалар жүргізіледі, сол туралы тоқтап кетсеңіз. Жалпы бұл сұрақ мен үшін жабық сұрақ. Бізде мәдени ұйымдармен бос уақытты өткізу деген алдыңғы жолға қойылмаған. Біздің елімізде мәдени бос уақытты өткізетін орын, ол соған тоқталайын. Ұйымдастыру орны ол нелер, не жатады оған? Соған тоқталсам. Мәдениет сарайлары, мысалға шығармашылық шеберханалар оған жатады, мысалға шығармашылық алаңдар, мысалға қолөнершілер орталығы, суретшілер клубы, міне мәдени бос орынды өткізетін ұйымдар осылар. Енді біз айтыңыз, ол мәдени бос орынды өткізетін ұйымдарға баратын кім? Жеке тұлғалар. Жеке тұлғалар, мысалға, не қызықтырады? Мені мына қолөнер шеберлерінің жаңағы шеберханаларына барып, солармен отырып, жаңағы шебер жұмыстарын көріп, пікір алмасып, демалу мені қызықтырады жеке тұлға ретінде. Немесе жаңағы суретшілер клубына, немесе әдебиетшілердің шығармашылық алаңына барып, пікір алмасу маған ұнайды. Міне соны айтып отырғаным, менің айтып отырғаным, біздің елде бұл қолға алынбаған. Я бар, жоқ деп айтпаймын. Жеке тұлғалар бар, ол көбісі өнер адамдары, бос уақыттарын өткізетін өнер адамдары, мәдениет ұйымдарымен. Соның бірі, жаңа айттым ғой, заманауи құру үшін соның бірі әртүрлі мамандар жиналған пікір алмасатын орын музей болу керек. Ондай бізде жоқ. Сондықтан қайдан бос уақытын өткізеді? Музейге келеді, кетеді, әлеуметтік жағдайға балалар экскурсия алса алды, алмаса аралап шығады, түсінбесе шығады, кетеді болды. Сондықтан бұл нәрсені мен қозғай алмаймын. Пайымдауымша біздің елде ол аса жолға қойылған жоқ. Бар, тек қана өнер иелері, мынау мәдениетке жақын адамдар, искусствоведтер дейміз ғой, сол кісілер жеке клубтарда, шеберханаларда, біздің ақындарымыз өздерінің әдеби шығармашылық алаңдарында ғана сондай өткізеді. Ал жалпы халық ретінде, аймақтағы тұрып жатқан сол халық ретінде ол аз жолға қойылмаған. Соны өзіміз бастауымыз керек тағы да. Жаңағы музейді біз пікір алмасатын алаңға айландыруымыз керек. Әртүрлі маман иелерін шақырып, осында сондай алаң құруымыз керек. Сол кезде адамдар жиналып, мәдени бос орынды, мәдени жаңағы қалай болады, саяхатты бізде өткізе алатындай болу керек. Менің пікірім осы. Ондай қолға алынбаған жоқ бізде. Жалпы, қазіргі мәдени ошақтары, жаңағы айтып отқан орталықтар болсын, клубтар болсын, мәдениет үйлері болсын, көбінесе музеймен әрекет жасамайды, бірлесіп жұмыстар атқармайды. Олар өз бағыты бойынша кетіп қалған, мысалы, би орталығы болсын, шебер қолөнер орталығы болсын, олар өз қолөнерлерін дамытады да, әрі қарай, мысалы, музеймен ешқандай әрекет жасамайды. Жеке тұлғалармен ғана, жеке тұлғалармен, қызықтыратын жеке тұлғалармен ғана. Ал бізбен байланысты әлі жолға қойылмай тұр, көрдіңіз бе? Жалпы, енді барлығы ешқандай музеймен байланыс жасамайды деп айту енді артықтау болар. Жоқ, мен мысалға айтайын десем, мынау тағы да орталық музей ғана жұмыс істейді екен деп, мен әріптестерді ренжітіп алмайын деп отырмын. Орталық музейдің онлайн жаңағы пандемиялық жағдайға байланысты мынау виртуалды музей дегенге жақсы болды ғой, біз сол ең жаңа форматта жұмыс істеуді үйрендік, сол кезде білмеуші едік, музейдің есігі онлайн ашық болды барлық көрермендерімізге. Барлық музей солай шамамыз келгенше жұмыс істедік, әліміз келгенше жұмыс істедік. Менің айтайын деп отырғаным мынау, бізде қолөнершілер шеберханалармен байланыс өте жақсы. 7 шебер белгілі, мен қазір аты жөнін айтпай ақ қояйын, белгілі шеберлермен жұмыс жасаймыз. Бізде жалпы қандай іс-шара өтсе, үлкен іс-шара өткен кезде, мысалға, нақты түрде мысалға мынау шеберлікке байланысты, немесе жаңағы художественный қалай еді? Художественный деген. Әдеби көркем шығармашылық көрмелеріне қатысты көрмелер өтетін болса, бізде біздің өзіміздің тұрақты жаңағы
шеберлік жаңағы мастер-класстар, шеберлік сабақтар өтеді. Арнайы өзіміздің тұрақты музейдің келісім шартқа отырғанбыз, қандай жаңағы іс-шара өтеді бізде, жаңағы мәдени, именно жаңағы көркемдік жаңағы іс-шараға байланысты біздің шеберлеріміз міндетті түрде шеберлік сабақтар өткізеді. Ондай шеберлік ұйымдармен біздің байланысымыз бар. Оны біз қолға алғанбыз, жұмыс істегенімізге одан көп жыл болған жоқ, 4 жылдай болды жұмыс істеп отырмыз. Бірақ жалпы республикада бұл қолға алынбаған. Жеке дара өзіміз айтпақшы, жеке дара жұмыс істейміз. Жалпы әр музей болсын, мүмкіндігінше жаңағы қолөнерге тоқтадық қой, сол қолөнер бойынша мысал ретінде. Жалпы нәрсені айтайыншы, мен биыл мысалға бірінші рет театрлармен жұмыс істей бастадық. Өмірі мысалға театрға бармаймын, бірлесіп жұмыс істемейміз. Ойлаймын, спектакль шақырсақ қазір ақша сұрайды. Бізде солай ғой, енді қорқып кетеміз. Түнде отырайық, өзіміз өткізе салайық көрмені деп. Біз бірінші рет биыл әуезов театрымен келісімге отырып, біз тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай үлкен парад өткіздік музейде. Өйткені алаңға шығу мүмкін емес, музейде музейлік шеру өткіздік. Біздің барлық жаңағы осы Алматыда тұрған барлық әскери бөлімдеріміз жеке-жеке өздерінің өнерлерін көрсетті. Осы шеру барысында біз сол әуезов театрына шығып, көрсетілім қойылуына ұсыныс жасадық. Бірден қуана қарсы алды олар. Мінекей жақсы болды. Осылай әріптестікті орнатайықшы. Сіздерге біз барып тұрайық. Сіздер бізге келіп тұрыңыздар. Біздерді шақырғандарыңыз жақсы болды деп бірден жасады. Біз өзіміз қозғалмаймыз тағы да. Мінекей бірінші рет біз театрлармен келісімге келдік. Жалпы негізі кез келген мәдени мекеме бір-бірлермен байланысып, егер бір-бірімен бірлесіп жұмыс істесе, онда біздің қазіргі мәдениет саласы одан да жоғары дамитын еді. Бірақ енді қазір бұл жерде біздің әріптестеріміз отыр, музей қызметкерлері отыр. Сол себептен мынау ұсынысты олар қолға алып, тәжірибеде пайдаланады деген үміттеміз. Бірден ол кісілермен, ол жұмысты бағытты бастау үшін бірден ол кісілермен өзара ынтымақтастық туралы қаражат қарастырмайтын меморандумға отыру керек. Меморандум болу керек. Бірден жұмыс жалғасады. Ол тәжірибе бізде бар. Жалпы меморандум деген дүние жақсы дүние. Өйткені меморандумдың аясында көптеген шараларды, көптеген бірлескен акциялар болсын, көпшілік шаралар болсын, барлығын өткізуге мүмкіндік ашылады. Бұл екі бағытта да жұмыс істенеді. Бұл жалпы келсем, бұл өте үлкен құжат десе болады. Бұл құжаттың арқасында, яғни үлкен іс-шаралар атқарылып жатады. Жақсы, енді біздің келесі сұрағымызға қарай өтейік. Енді бағанадан бері айтып отырсыз, виртуалды музей, заманауи музей, болғасын виртуалды музей деп. Енді виртуалды музейге қарай тоқтайық. Негізі виртуалды музей ол аудиториямен жұмыс жасаудың жаңа мүмкіндіктері болып табылады. Осы виртуалды музейге байланысты тоқтасаңыз, қазіргі кезеңде жалпы Қазақстанның музейлерінде осы виртуалды музей қалай дамыған, қандай кемшіліктері бар, қандай жетістіктері бар, осы туралы тоқтап кетсеңіз. Жалпы мен жаңағы айтуға болады ғой. Совет заманының музей танушысы ретінде виртуалды музей дегенді өзімде енді түсініп жатырмын. Қандай болу керек, оның ерекшелігі қандай, жалпы қазір заманауи музей келбеті осы виртуалдық музеймен көрсетіле ма деген мені ойлар мазалап жүреді. Неге виртуалдық музей деп? Жалпы виртуалдық музей шынайы музейге альтернатива бола алмайды. Шынайы музей, шынайы құндылық. Бірақ қазіргі заманауи біздің дамуымызға байланысты, цифрлық жаңағы неге байланысты, қалай айтуға, инновация жаңағы цифрлық ресурстарды пайдалануымызға байланысты жаңа жұмысты ілгерілетуіміз үшін осы виртуалдық музейдің қазір қажеттілігі туындап отыр. Виртуалдық музей дегенде мен басында түсінбедім, не істеу керек? 3D формат, ар жағынан жаңағы мына орталық музейде біз ойладық, мына қазақтың юртасын жасайық. Ол не нәрсе виртуалдық музей десем, ар жағынан шал шығады, мына кемпір ертегі айтады, мен түсінбеймін, қай жағынан шығады, не болады. Мен оны түсінбедім. Жалпы виртуалдық музей дегеннің несі басқа екен.
музейлерде жалпы виртуалды ретіп жасап жүруге мен қарсымын. Ондай форматта жасап жүруге мен ойлаймын, менің пікірім сондай. Музей өзінің шынайылығын сақтау керек. Бірақ виртуалды музейдің көрінісі дайын тұру керек. Шынара ол болу керек. Қазіргі заманауи. Оны өздеріңіз білесіздер, жаңа мен айттым, пандемия кезінде біз бәріміз жаңа форматқа көшуімізге тура келді. Ол жаңа форматымыз виртуалды музей болды бұл кезде. Бәріміз виртуалды түрде барлық халықаралық деңгейде де, республикалық деңгейде де өз музейіміздің жұмысын қолжетімді жасадық. Біз үлкен сол кезде тәжірибе алдық. Осы жағдай бізге үлкен тәжірибе әкелді. Сонда біз түсіне бастадық, виртуалды музей деген не екен. Виртуалды музей дегеніміз емін-еркін көрермен музейге кіре алады. Онда қандай құндылықтар тұр, онда қанша жаңағы жәдігерлеріміз бар, соған ол жайлы ақпарат, жеке жаңағы жәдігерлер туралы ақпарат ала алады. Виртуалдық музей дегеніміз бізде өтіп жатқан көрмелер жайлы ақпарат ала алады. Мен соны электронды түрде ол музейде болу керек деп ойлаймын. Виртуалды музей. Өздеріңіз білесіңдер, сол кезде біз мына орталық музейдің тартымдылығы жағын сол кезде тартымдылығы бойынша көрме виртуалды тур ұсыну бойынша жаңағы нәтижелері бойынша тмд елдерінің үздік тарихи және мәдени музейлер ретінде 5 топқа кірген. 5 болды, сол 5-ке біз кірдік. Виртуалды музей ретінде жаңағы біздің жұмысымыздың нәтижесі ретінде. Виртуалды түсініп отырсыз ғой? Виртуалды музей ретіндегі жұмысымыздың нәтижесінде пандемия кезінде тмд елдерінде тарихи және мәдени музей рейтингінің 5 томына кірдік. 5 томның 5-сіне біз кірдік. Ол не дегеніміз сөз? Ол деген сөзіміз, мен әлі осыны ойлаймын, бізде қазір мынау 4-ші экспозициялық залды қайта ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізіп, соны заманауи жаңартса виртуалды түрде құруды қолға алып жатырмыз. Ол қалай болады? Мен әлі оны түсінбеймін. Қандай бағытта құруымыз керек, не істеуіміз керек? Мынау электрондық модернизациялау, жаңа инновациялау, енді бәрін қарастырып жатырмыз, айтып отырмын ғой, жастарды тартамыз деп. Бірақ виртуалды музейде музей аудиториясымен жұмыстаушы әрине жақсы, бірақ мен шынайылық дұрыс деймін. Музейдің көрген шынайы музей қалпында болу керек те, электрондық виртуалды музейдің екінші ретінде сақталуы керек деп ойлаймын. Енді қараңыз. Мен енді әріптестерімнен сұраймын, мен осыған жауап бере алмаймын негізі. Қандай болу керек дегенге. Онда бағанадан бері сіз жас мамандарға тоқтап отырсыз ғой. Мен өзім жас маман болғаннан кейін өз ойымды айтып кетейін бұл жайында. Айтыңызшы, мен оған қосыламын. Жалпы виртуалды музей бұл қазіргі заманауи талаптарға сай 3D форматтағы, 5D форматындағы музей болып келеді. Бірақ сіздің анау сөзіңізбен келісем, шынайылық деген. Негізі виртуалды музейдің мақсаты менің ойымша, яғни адам кез келген уақытта, кез келген жерде, өзінің интернет желісі арқылы, смартфон болсын, компьютер болсын, кез келген уақытта осы мәдени мекемені кіріп тамашалай алады. Ол не үшін керек? Мысалы, үйде, ата-ана болса, бала күтім бойынша ана, үйде отырса, үйдегі баласын, мысалы, кішкентай баласымен шыға алмайды, көрсете алмайды. Соны ол балаға тарихи мәдени мұраны насихаттау ретінде, яғни музейге қызығушылығын арттыру мақсатында осы 3D виртуалды музейін, немесе 5D виртуалды музейін пайдалануға мүмкіндік туады. Яғни бұл жерде анасы, мысалы, музейге кіреді, осындай музей бар, осындай заттар бар, осындай тарихқа байланысты кішкене әңгіме ретінде айтып береді, сол кезеңде баланың несі қызығушылығы артады. Сол кезеңде ол енді экран арқылы көрген дүниені әрине көзбен көргісі келеді. Біз бәріміз енді ұстап көргенді, көзбен көргенді жақсы көреміз ғой. Сол себептен бұл жерде қызығушылық артады да, бұл жерде музейге келгісі келеді. Келесіде мүмкін, егер бала тарихқа қарай қатты қызығушылығы болса, онда міндетті түрде жақын арада ол музейді тамашалайды деп мен сенімдімін. Өйткені
өзім музей саласында 7 жыл қызмет атқарып келе жатырмын. Өзім экскурсия бөліміндемін. Сол себептен экскурсия жүргізген кезеңде кейде сұраймын. Кішкентай балалар келеді, мектеп жастағы орта студенттер келеді. Сол кезеңде мен сұраймын. Жалпы музей туралы қайдан естідің? Біз осы жерде музей бар екен, қайдан білдің дегенде көбінесе олар не дейді? Әлеуметтік желі дейді, интернет деп жатады. Яғни қазір кезеңде заманауи талаптарға сай, қазір бүкіл жас ұрпақ бізде интернетке қосылған. Сол себептен менің ойымша негізі еліміздегі әкімдіктерде отырған адамдар жалпы осы жағдайды ескере отырып, осы виртуалды музейді қолға алды деп есептеймін. Менің ойымша әрине ол керек, бірақ сон виртуалды музей бар деп шынайы күнделікті музейдің жұмысы тоқтап қалмау керек. Музей қызметкерлері одан әрі дамытып өз жобаларын жүзеге асыра беру керек деп есептеймін. Бұл менің ойым. Мен сізді тыңдадым жас маман ретінде. Мен кішкене бір нәрсені неме алдым, қаперім алдым. Бұл маған дұрыс болды енді. Виртуалды музейді мен түсінемін. Мен де түсініп отырмыз, виртуалды музей бәрімізде болу керек. Ол жаңағы біздің әлеуметтік желілерінде тұру керек. Музейге келушілер, келгісі келетін адамдар, немесе келуге мүмкіндігі жоқ адамдар кіріп музеймен таныса алады. Мен келсем, мен оны айтып отырмын, ол формат болу керек. Оған әрине қазір біздің мүмкіндігіміз жоқ, қаражат қажет. Бәріміз түсініп отырмыз, ол жай жасалмайды. Ал біз пандемия кезінде қысқаша ғана жасай салдық. Кішкене жаңағы шамамыз келгенше жасадық. Енді сол талапқа сай ма, сай емес пе білмеймін. Ал енді мен мынаны түсініп отырмын. Виртуалды музей аудиториясымен жұмыс жасау деген бізде музейде 3D форматтағы экспонаттардың жаңа несі болу керек, формасы болу керек. Мен сөйтіп ойлаймын, музей ішінде. Виртуалды музей түсінікті. Мен де сізге айтып отырмын, ол бізде дайын болу керек, ол бізде тұру керек, әлеуметтік желіде тұру керек, интернет несінде. Шетелдіктер кіре ма, кім кіреді, музеймен танысып алып, соны келуіне болады, немесе келмей сол жерде. Мен келсем, бірақ музей ішінде, музей аудиториясында ол қалай болу керек? Оны қалай көрсетеміз біз? Мен сізден пайымдағаным былай, біз жаңа айтып жатыр, жаңаша мінекей бір залды осы жаңаша модернизациялап жатырмыз, көріп жатырмыз, қалай осыны жасаймыз деп. Бұл көне музей. Бұл көне деген бұл шынайы музей. Сондықтан бұған кішкене өзгеріс енгізу керек болып тұр. Біз оны мойындаймыз. Мен сіздің айтқандан түсінгенім, біз мысалға бізде шынайы экспонат тұр, түпнұсқа. Бірақ оны көреді, бізде ол ақпарат қағаз түрінде берілген. Ана жерде оқиды, экскурсия алмаса, егер экскурсия жүргізуші маманды алмаса, ол оқиды, осынша ғасырда осындай не деп айтады, болды мысалға, жаңағы біздің экспонат туралы. Ал енді оны виртуалды 3D форматқа енгізуіміздің себебі неде? Басып қалып, ары қарай одан ақпарат ала алады. Оның диаметрі қанша, қай жерден қазылып алынған, оның сақталуы қандай, оның жаңағы, мен айтамын оны, біз айтамыз ғой, әпсанасы деп айтады қазақша, немесе легендасы дейді орысша. Оның әпсанасы қаншалады. Виртуалды деген мен соны түсінемін. Сондықтан да әрбір жаңағы музейде ол міндетті түрде болу керек. Егер шынайы жаңағы құндылықты, мәдени құндылықты, музейлік затты көргеннен кейін адам, ары қарай оның тереңдеу, біз жазып қоя алмаймыз ғой, дәу параққа ол сөйтіп еді, бүйтіп еді, осылай алып едік, осылай өткізіп едік. Көп ақпарат бере алмаймыз ол жерде. Мен түсіндім. Енді маған түсінікті. Значит, бізде 3D форматтағы біздің керемет құндылықтарымыздың бірнешеуінде енді бәріне қою мүмкін болмай шығар, онда мен түсінбеймін, оған қаражат та қажет етеді. Виртуалды түрде 3D форматтағы ақпарат болу керек. Мен осылай түсіндім. Бибігүл ханым, жалпы қараңыз, виртуалды музейге байланысты негізі министрліктерде де жоғарыда да әңгімелер болған. Қателеспесем, 20-шы жылдары карантиннің қатты қызып тұрған кезеңде мүмкіндігінше виртуалды музейге қаражат бөліп, өзге де жұмыстар атқару бойынша ұсыныстарды беріңіздер деген әңгімелер болған. Оны өз жиналыстарда айтылған болады. Және де жалпы жаңағы айтып отқан кезде виртуалды музей, барлық залдарды көрсету мүмкін болмаса да, қазір шағын виртуалды музейді құруға болады. Жаңағы сіз айтып тұрған экспонат бойынша мысалы.
Қазір бізде Құдайға шүкір, енді техниканың дамыған кезең болғаннан кейін моноблок деген бар, киоск деген бар. Қазір музейлерде QR код енгізіліп жатыр, иә. Яғни бірегей жәдігерлерге қысқа да нұсқа ақпарат беріледі. Мүмкіндігінше 3 тілде беруге тырысады, кем дегенде 3 тілде беруге тырысады. Өйткені білесіздер, музей болғаннан кейін оны тек қазақстандықтар ғана емес, сонымен қатар шетел азаматтары да тамашалайды. Соларға түсінікті болу үшін 3 тілде қысқа да нұсқа ақпарат беріп жатады. Егер бұл не үшін керек? Егер мысалы адам соны көргеннен кейін қызығушылық артса, онда әрине ол музей қызметкеріне барып, экскурсовод болсын, музей қараушысы болсын, өзін сұрансын әрі қарай ғылыми қызметкер арқылы толық ақпарат алуға мүмкіндігі ашады. Яғни бұл жаңа технологиялар ол келген адамның білімін кеңейтуге арналған бір кішкентай қадам, ступенька деп айтсам артық болмайтын шығар. Негізі виртуалды музей бойынша мен жалпы өз жас маман ретінде ойым осындай. Менде кішкене ой басқаша. Виртуалды музей бойынша ол тек экспонаттар жайлы ғана емес, виртуалды музей деген мен бір шақырғам нені мына қазақ үйдің жалпы құрылымы туралы, қазақ үй не үшін қажет, біздің дәстүрлі мәдениетімізге қатысты шақырған кезінде 37 миллион сұрады сол кезде. Онда мен түсінгенім, барлық залға қоюдың қажеті жоқ. Мысалы қазақ үй барлық қазақтың салт дәстүрінің тұрмысының бет-пердесін ашып береді. Соған үлкен экран қойғызайын деп ойлаған мен қазақ үйдің алдына. Қазақ үйге кіріп, адамдар кірейік, ұстап көрейік дейді. Ал бұл мынандай нәрсе екен. Үлкен экранда, қазақ үйдің ішіне кірген сыңайда боласың. Содан кейін оң жағы ерлердікі, сол жағы нелердікі деп жаңағының ішінде кәдімгі өзі кіріп кеткен сияқты боласың ішіне. Адамдардың қозғалысы болады екен ол жерде. Әрбір неге жауап береді екен. Сондай үлкен экранды, үлкен форматтағы бізге жаңа технология қоюымыз керек болып тұр ғой, әрбір неге. Шынайы экспонат қозғайын деп тұрған жоқ. Мен оны айтып тұрған жоқпын. Жалпы киоскалар бар бәрімізде. Ол да ескірді, түсініксіз ол да. Оны да қызықтырмайды елді. Жаңағыдай үлкен жаңағы не жасауымыз керек. Енді біз соны қолға алып тұрмыз, көресіздер. Мен виртуалдық кішкене басқаша түсінемін. Басқаша түсініп тұр менде. Бұл өте қалай спорный дегенді қалай түседі? Бұл жерде енді не тудыратын. Оған бәріміз отыруымыз керек та, соны ойымызды нетуіміз керек. Бәріміз әлі түсіне алмай жатырмыз. Бірақ мен қандай да бір көрініс көрсетуіміз керек деп ойлаймын. Виртуалдық не бойынша қазба жұмысы болса, мысалға археологиялық біздің көне алтындарымызды қазып алу, көне алтындарымыз қайдан шыққан, оның несі туралы үлкен бір көрсетіліп тұру керек музейде, виртуалдық түрде. Сонда адамдар келеді. Шынайы да көреді, виртуалдық түрде де оны танысады деп мен сөйтіп ойлаймын, мен білмеймін. Мен осы қателесіп жатқан шығармын. Жақсы. Әріптестерімізбен бірге түсіп бір неге жиналуымыз керек, семинар, тренинг өткізуіміз керек. Бізге келсеңіздер, виртуалды музей бойынша негізі елімізде үлкен бір семинар немесе бірдеңе болса жақсы болар еді. Ол кезде енді әртүрлі болып тұр ғой, пікіріміз әртүрлі болып тұр әлде болса. Қаражатқа сүйеніп отыра береміз, ақша берсеңіз виртуалды жасайтын едік, оны қалай жасайтынымыз ойда жоқ. Соны айтамын ғой, үлкен қаражат болмаса да бір жәдігерге тоқтауға болады. Егер мемлекет қаражат бөліп жатса, онда толығымен бүкіл экспозиция бойынша виртуалды түрде жасауға болады. Енді келесі сұраққа қарай көшейік. Келесі сұрағым мынандай. Музей мен инклюзивті аудитория арасындағы өзара әрекеттесу ерекшеліктері. Яғни аудитория, білесіз, музей аудиториямен көп жұмыс жасайды. Негізі қандай өзара әрекеттесу жолдары, ерекшеліктері бар, сол жайында айтып кетсеңіз. Жалпы орталық музей тәжірибесінен бұл сұраққа мен былай жауап беретінмін. Музейге түрлі категориядағы әлеуметтік топтағы келушілер келеді, білесіздер, түрлі категорияда. Оның балалары бар, жастары бар, үлкендері бар, кішілері бар. Немесе үлкен түрлі әлеуметтік топтағы деп айтып отырғаным жаңағы әлеуметтік жағдайы өте төмен, немесе мүмкіндігі шектеулі жандар, аутизммен ауыратын, ТЦП диагноздары бар, жаңағыда онкологиямен ауыратын,
түрлі әлеумет жаңағы түрлі топтағы музейге категорияда адамдар келеді. Сіз менен осы қалай жұмыс жасаймыз, музейдің осылармен әрекеттесу ерекшелігі қандай деп білесіздер. Бәрімізде сіз өзіңіз экскурсоводсыз, экскурсия бөлімінің қызметкерлеріне, осы бағытта жұмыс жасайтын қызметкерлеріне ақша қаражат бөлінген. Арнайы доплата бар. Біздің музейде ол қарастырылған. Әлеуметтік жаңағыдай жағдайы төмен немесе айтып отырмын ғой, мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс барлық музейге қолға алынған деп ойлаймын. Орталық музей тәжірибесінен бізде ол қолға алынған. Арнайы біздің жаңағы өзіміздің неге алынған, қарауға алынған мектептеріміз бар Алматы қаласындағы. Солармен тығыз жұмыс жасап отырамыз. Және біздің экскурсия, жаңада тағы да айтамын, қайталап экскурсия бөлімінің қызметкерлеріне осы мүмкіндігі шектеулі жандармен жұмыс істеуіне арнайы доплата үкіметтен қарастырылған. Ол жұмыс қолға алынып отыр. Тек қана оны біз сол жұмысты барып экскурсиялық жұмыс өткізіп немесе жылжымалы жаңағы көрме апарып балаларды таныстырып қана қоймай, мен ойлаймын енді сол балалардың жаңағыдай демеушілерді тартып, жаңа өзім айттым, ол музей қайырымдылық акцияларын өткізеді. Демеушілерді тартып, олардың меніңше оларға өздеріне барып осының бәрін өткізу керек қой деймін. Демеушілер тартуымыз керек, қайырымдылық тек қана көмек көрсетуіміз керек қой деп мен ойлаймын. Бірақ бұл меніңше барлық бұл сұраққа мен білмеймін қалай жауап беретінімді. Меніңше бұл барлық музейде қолға алынған. Мен ондай бұл сұрақты инклюзивті аудитория арасындағы өзара байланыс музейдің барлығында бар. Біз мүмкіндігі шектеулі барлық музей балалармен жұмыс істейді деп ойлаймын. Мен бұл сұрақ қалай жауап беретінімді білмей тұрмын. Кез келген нелер өткізіп отырамыз мысалға, немен ауыратын балалар ғой, мысалға онкологиямен ауыратын балаларға біз үлкен не өткізіп отырамыз. Немене анау суреттерін сатып алып, немене? Жоқ. Аукцион өткізіп отырамыз. Үлкен аукцион өткізіп отырамыз. Жаңа айттым ғой, демеуші айтатын. Жаңа осы аймағымыздағы біз отырған қалалық үлкен мегаполис Алматыдағы белгілі жаңағыдай бизнес жаңағы кәсіпкерлермен бизнес құрылымдарының басшыларын тарта отырып үлкен аукцион өткізіп, содан түскен ақшаны біз жаңағы онкологиялық аурумен ауыратын хосписке аударып отырамыз. Жылына аукционды екі рет өткіземіз. Бір қайырымдылық акцияның бір түрі ғой ол да. Акцияның бір түрі бұл аукционды ұйымдастыру өте қиын, бірақ дегенмен де біздің жағдайда біздің қоғамымызда ондай ер азаматтарымыз бар. Жылына бір-екі рет аукцион өткізіп, сол қаражатты балалардың еміне жұмсап отырамыз. Инклюзивті аудитория деген осы деп ойлаймын мен. Біз барлық музей меніңше онымен жұмыс жасайды. Мүмкіндігі шектеулі балалармен, көру қабілеті төмен адамдарға бізде мысалға қазір бар ғой, қарастырылған ғой, қойылған аппараттар, құралдар барлық музейде бар деп ойлаймын. Енді қаражаты жоқ республикалық музейге жетпей жатса, бізде ол жүйе жұмыс істейді. Мүмкіндігі шектеулі балаларға қазіргі кезеңде көп көңіл бөліп жатыр. Мүмкіндігінше технология жағынан болсын, аппарат жағынан болсын, олар қазір қаражаттар бөлініп, осы мәселелерді көп көтеріліп жатыр. Ол жағымен келісемін. Тағы бірдеңе айтсам, сіз тағы да айтасыз, орталық музей жалпы мен ұмытып баратынмын, ментальдық ерекшелігі бар балаларға арнап инклюзивті біздің балалар музейінің жанынан жаңағы да соған қосымша инклюзивті жаңағы музей дайындау да ойластырып жүрміз. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған. Олар көре бермейді, олар жаңағы дені сау балаларға қарағанда олардың ерекшелігі басқаша ғой. Оны да ойластырып отырмыз. Сондықтан оны да сол ортадан өз ортасына қалып қалмасын деген мақсатта сол жобаны да біз ойластырып жүрміз. Ол балалар да музейге келгенде оларға да арнайы жаңағыдай музейлік құндылықтармен қалай таныстыру жолдарын қазір қарастырып жатырмыз. Оларды қоғамнан қалдырмай тарту жолдарын қарастырып жатырмыз. Музей жобасында кішкене қолға алып тұрмыз. Жаңа айттым ғой, нақты сол нақты концепциясы мен нақты
ашып кетпесек те, енді шамамыз келгенше сол жобаны бастап көру біздің қазір ойымызда бар. Алдымен балалар музейін ашайық, соның жанынан инклюзивтік музейді қолға аламыз осы жобаны. Мүмкіндігі шектеулі, әлеуметтік жаңағы өзінше жаңағы не қылып қалған, оқшаланып қалған, шекталып қалған балаларды бізде тарту деп біздің ойымызда бар. Ол жоба бізде ол да бар. Керемет идея, негізі мүмкіндігі шектеулі жандарға егер толығымен жағдай жасалынса, онда олар өздерін қоғамда қолайлы сезінеді деген. Қоғамның бір мүшесі ретінде сезіледі. Музейді осы қалпында мүмкіндігі шектеулі балаларға жеткізе алмайсыз. Соның басқа жолын ұйымдастыруымыз керек болып тұр бізге, кішкене аха. Балаларға жеткізуіміз керек болып тұр. Өзінің сол қоғамның бір мүшесі ретінде сезінуге бізде қолғабыс тигізу. Мен жаңа не айттым басында? Біз енжарлықты тастайық, жалқаулықты тастайық, белсенді болайық. Бәрі өз қолымызда, бәрі өз қолымызда. Жаңа бағыттағы, жаңа заманауи музейді құруға қолғалайық. Заманауи музей деген виртуалды музей жасап қана қарап отырмай, жаңа жобаларды, осындай жобаларды ұсынып көрейік. Қаражат өте жағы қиындалып жатыр дегенмен де алдыға жылжулар бар бізде. Енді біз қаражатсыз жұмыс істеп көрейік кішкене, қалай болады екен. Өзіміздің жобаларымызды жаңа демеушілеріміз тарту арқылы қандай бастапқы деңгейде болса да тіпті бастап көрейік деп мен әріптестеріме ұсыныс жасаймын. Менің ойым осы. Халық жиналатын алаңға, мәдени бос уақыттарын өткізетін мәдени орталыққа айландырайық музейді. Құрметті әріптестерім. Мен өте осы қаңтар оқиғасынан кейін өте көп шақырылымдар, күнделікті әулім өз жұмысын қалып жатыр. Бірақ дегенмен де мен сіздердің бастамаларыңызға өте қуандым. Жаңа айттым ғой, біз бір-бірімен бәсекелесеміз. Анам музей мынандай көрме жасатты ғой деп, оны басқа түрі көрмесін шығарып, сөйтіп нетеміз. Жоқ, әріптестік байланыс орнатайық. Семинар тренинг өткізейік. Биыл біз Атырау облысымен толығымен семинар тренинг өткіздік. Қалпына келтіру жұмысы бойынша, есепке алу жұмысы бойынша, қор жұмысы бойынша тренинг өткіздік. Сондай әлде болса алыстар келіп жатыр, солай бірлесейік. Сіздердің тәжірибені біз алайық, сізден тәжірибені сіздер алыңыздар. Неге біз енжарлық танытамыз әріптестерім? Мен осыны айтқым келеді. Алдымен өзіңізден бастаңыз деп айта қоймаған. Ең алдымен әрдайым кез келген адам өзінен бастау керек, содан кейін ғана жұртқа қалай ақыл кеңесін, тәжірибесін бөлісу керек деп мен де солай есептеймін, сізбен тоқтай келсем. Жалпы Бибігүл ханым, енді осындай сұхбатыңыз үшін біріншіден алғысымды білдіремін. Бүгінгі сұхбат енді біздің әріптестерімізге танымды болды, қызықты болды, өздеріне бір қағаздарына түртіп жазып алды деген үміттеміз. Сол себептен әрқашан байланыста болайық, бір-бірлерімізге көшпелі көрмелермен болсын, бір ауқымды жобалар болсын, барлығымыз бір-бірімізге меморандум құру арқылы бір-бірімізбен қызмет атқарайық. Соның арқасында тәжірибе алмасу арқылы жаңа идеялар келіп, жаңа әдіс тәсілдер пайда болып, біздің осы Қазақстандағы музей ісінің дамуы одан әрі қарай жүзеге асады деген үміттеміз. Сізге көп рахмет. Осындай қазір білесіз, наурыз ай болғаннан кейін уақыт тығыз, іс-шаралар көп, соған қарамастан сіз өз бір сағаттан артық уақытыңызды бөліп, өз тәжірибеңізбен бөлістіңіз. Тағы да ұжым атынан, барлық осында тыңдап отырған барлық әріптестерімнің атынан көп алғысымды білдіремін. Және де сізге тағы да келе жатқан мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Халықаралық әйелдер күні тек қана қуанышты күндерде мерекелеуге жазсын. Алдымызда жыл басымыз наурыз келе жатыр. Ол да құтты болсын. Жалпы әр бастаған ісіңізге, әр дайындаған өздеріңіздің үлкен идеяларыңыз бар екен, өз ұжымдарыңызда. Сол идеяларға күш қуат берсін, сәттілік берсін. Алла жазса, барлық ойлаған армандарыңыз дәл жоспарлағандай жүзеге асып, осы жұмысыңыздан ләззат алуға жазсын деп осындай тілек білдіргім келеді.
Көптен көп рахмет тағы да сізге. Рахмет, құрметті менің әріптестерім, қазір мені көріп отырған, тыңдап отырған әріптестерім, өте қатты сын айтсам, ол маған да қатты, сондықтан да біз кішкене қозғалып көрейік. Мен осы қаңтар оқиғасында болып, біздің музейдің қауіпті жағдайда тұрғанын, бірнеше залал келгенін, дегенмен де құндылықтардың аман қалғанын сіздер білесіздер. Сол жағдайда біздің қазіргі өсіп келе жатқан жасөспірім жастарымыздың музейдің не екенін, музейдегі құндылықтар жайлы, жалпы мынау адамгершілік, адамның адамгершілік рухани құндылықтары жайлы қазіргі жастарымыздың білмейтін көзім жетті. Мені осы қатты ойландырды. Мен жастар туралы, болашақ туралы сондай бір түсініксіз жағдайдамын. Сондықтан да менің де білерім көп, білмесім көп, дегенмен де меніңше ойлаймын, біз бір-бірімізбен тәжірибе алмасымыз керек. Бір-бірімізге жаңа ойлар пікірлер алуымыз керек. Біздің республикамызда да керемет музей саласының мамандары отыр. Мен саланың керемет маманы, кәнігі маманы деп айтпаймын, бірақ өзімнің пікірім, өзімнің ойым осындай. Сондықтан да бір-бірімізге сын көзбен жасайық, музейімізді жаңа бағыттарға, жаңа қызметтерге бағыттайық, модернизациялайық. Шамамыз келгенше бір кішкене, егер ақша қаражат жоқ болып жатса, бір музейдің бір залынан, бір бұрышынан жаңа инновациялық жаңағы алаң ашып көрейік, жаңаша қозғалып көрейік, ескі неде тұрып қалмайық. Ескі көзқараста тұрып қалғанбыз, көбіміз тұрып қалып тұрмыз. Шара өткіземіз, көрме өткіземіз деп, көрме ашамыз да бітті деп министрлікке жарып жібереміз, осы көрме 70 адам келді деп. Осындай жаңа идеяларды түсініп көрейік. Менің өте қуаныштымын. Сіздердің де пікірлеріңізді тыңдағым келеді. Сіздер бізге келіңіздер, сіздер бізді шақырыңыздар. Қара ақшалы түрде емес, бір-бірімізге алаң беріп, бір-біріміздің құндылықтарымызды сол аймаққа көрсетейік. Біздегі құндылықтар сіздерге бассын, халық білсін. Сіздерде құндылықтар біздерге келсін. Мен ұсынамын, көшірмемен түпнұсқаларда барайық. Түпнұсқаны халық көрсетейік. Көшірмеден біз шаршағанбыз. Сондықтан бәріңізге табыс тілеймін, аман болайық. Біздің білеріміз әлі көп, өйткені заман өзгеріп тұр, қоғам өзгеріп тұр, сұраныс өзгеріп тұр. Сондықтан да әріптестік қарым-қатынасқа мен одан әрі жалғасады деп ойлаймын. Сіздердің музейлеріңізге табыс тілеймін. Осы бастама керемет бастама болды мен үшін. Уақытым жоқ болса да, мен бүгін бұған қатысуға міндетті болдым. Өйткені бұл өте жақсы бастама. Өте жақсы бастама. Пікір алмастық. Енді менің пікірімді менің әріптестерім өзі қаралай жатар. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Амандықта кездесейік. Бәрлеріңізге, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Мен сіздермен байланысуға, тәжірибемен бөлісуге, сіздермен тәжірибе алмасуға дайынмын. Жеке менің қалта телефоныма да біздің музейге де хабарлассаңыздар, музейдің әрбір маманы сіздерге өзінің мүмкіндігінше жаңағы ақпарат консультациясын береді деп айтамын. Деніңіз сау болсын, аман болайық. Көп рахмет. Құрметті әріптестер, осымен бүгінгі біздің сұхбатымызды аяқтаймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Келе жатқан мерекелеріміз құтты болсын, тек жақсы күндерде жолығуға жазсын. Қош сау болыңыздар.